Алтай арнасында тікелей эфир. Армысыздар, студияда Меруерт Расулова. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымы әділет саласының жай-күйіне арналмақ. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Шығыс Қазақстан облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары Ермек Ерланұлы Қорабаев. Қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, хабар мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментімен бірлескен тележоба. Тікелей эфирдеміз, сондықтан хабар тақырыбына байланысты сауалдарыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар. 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі. Ермек Ерланұлы, енді өзіңізге белгілі, елбасы әр жолдауында әр салаға нақты тапсырмалар жүктеді, өйткені ел дамуының негізі деп санады. Енді Қазақстан қазір 30-30-дық және үздік 30-дықтың қатарына ену үшін әр саланы жаңғырту керек деді. Осы ретте әділет саласына елбасы жолдауында қандай жауапкершілік жүктеді және оны жүзеге асыруда бүгінгі ахуалдарыңыз қандай? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Ең алдымен сіздерге шақырғаныңызға көп рахмет айтқым келіп тұр. Енді бәріңізге мәлім, әділет органдары, Қазақстан Республикасының әділет органдары туралы заңына сәйкес әділет органдары құқықтық насихаттау жұмыстары өткізу жүктелген. Оның ішінде заңдарға, кодекстеріне енген өзгерістер мен толықтырулар бар. Жыл сайынғы елбасының жолдаулары бар. Енді осы биылғы жолдау бар, 100 нақты қадам бар. Тапсырма көп дейсіз ғой? Тапсырма көп. Осының бәрін насихаттау мақсатында Шығыс Қазақстан облысы әділет департаменті және оның аумақтық бөлімшелерімен айтарлықтай жұмыстар атқарылып жатыр. Мысал ретінде айтсақ, бізде департаментте құқықтық насихаттау тобы құрамы бекітіліп, ай сайын, жұма сайын шалғай аудандарға, содан кейін үкіметтік емес ұйымдарға барып, осы жолдауды заңда қандай өзгерістер болып жатқанына насихаттау жұмыстары жүргізіліп отыр. Осы 2018 жыл 1-тоқсанда мысалы 300-ге таяу іс-шара өткізілді. Ол ұжымдармен кездесу, мысалы басқа аудандарға тұрғындармен кездесу, олардың алаңдатып отырған сұрақтарға жауап беру, және де жолдауды нақтылай түсіндіру үшін көптеген жұмыстар атқарылып отыр. Соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау, газет беттерінде сұхбаттар жүргізілуде. Демек, және арнайы топ департаменттік жалпы жолдаудың мән-мағынасын түсіндіруді кеңінен жұмыс атқарылып жатыр дедіңіздер. Ал халық тарапынан қандай белсенділік танытып жатыр? Яғни сіздерге келіп түсетін арыз шағымдар көп пе? Жалпы олардың сипаты қандай? Сотағының кеңінен тоқталып тұрсаңыз? Осы насихаттау жұмыстарын кеңінен насихаттау мақсатында біз өзімізде сайт бар. Әділет департаментінің сайты, Шығыс Қазақстан облысы, сол жерде бүкіл әділет органдарының қандай атқаратын функциялар, міндеттер түгел жазылған. Ақпарат ретінде жолдаулар да орналастырған. Сондай-ақ басшыға қойылатын сұрақтар да бар. Мысалы, әрбір кез келген азамат, тұрғын интернет қоласында болса, соған кіріп, тікелей басшыға онлайн режимінде сұрақ қоюға болады. Мысалы, сол сайт үнемі күнделікті бізбен бақыланып отырады. Сол сайтта біз қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Енді халық арасында шығып жатқан топ көп сұрақ болады. Әсіресе біздің атқарып отырған жұмыстар туралы функциямыз. Өзіңіз білесіз, біздің функциямызға ең алдымен нормативтік актілерді тіркеу міндеті кіреді. Ол жергілікті атқарушы және өкілді органдардың актілері мемлекеттік тіркеуден әділет органдарынан өтеді. Осы актілер, шешімдер, қаулылар енгеннен кейін, шығарылғаннан кейін, бізде бекітілгеннен кейін, заң сараптамасынан өткеннен кейін, бірақ заң күшіне енеді. Екінші үлкен бағыт енді жылжымайтын мүлікті тіркеу. Жылжымайтын мүлікті тіркеу осы салада пәтерлер, үйлер, жерлер, сонымен жасалған мәмілелер толықтай бізде әділет департаментінен тіркеуден өтеді. Үшіншіден заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі. Заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі ол
дегеніміз бизнесті ашқан кісілер, мысалы кәсіпкерлер, ЕГУФ арқылы, электронды арқылы немесе міне халыққа қызмет көрсету орталығына тіркелу мәселесі болсын, соған өтініш жазады. Тіркелгеннен кейін өз жұмысын бастайды кәсіпкерлер. Тағы да бір бағыт зияткерлік меншікті қорғау. Өткен жылы көптер өзгерістер енгізілді. Бізде тауар белгісі деген бап бізге тәуелді. Біз сол бойынша тексеріп, хаттама толтырып, егерде заң бұзушылықтар болса, сотта істер қаралады. Сол бойынша егерде құқықтар бұзылса азаматтардың тауар белгілері бойынша. Өткен жылы көп сот аулар болды. Бұл жерден түсінбеушіліктер болған шығар енді, жаңадан енгізілгеннен кейін, иә? Бірақ ол бұрында бізде болған, сол баптарға, бірақ кейбір баптарды, мысалы, дисктер тәркілеу, олар ішкі істер органдарына берілді, қылмыстық жауапкершілік тартылатынын. Ал енді осы бап сіздерге қалдырылды, бізде сол бойынша жұмыс істеп отырмыз. Ермек Ерланұлы, сөзіңіз аузыңызда хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Менің мынандай сұрағым бар еді. Айта берейін ба? Айта беріңіз, эфирдесіз. Қытайдан келген жылы менің жолдасым құжаттандырылған екен. Сонда 62 жылы Қытайдан келгенінде нақты өз жасысыменен метрге алынған. Бірақ уақытында мектепке бармағандықтан 1-2 жыл кешігіп 10 жасқа келгенде мына мектепке барады. Сонда мұғалімдер айтады, 10 жастағы баланы 1-ші классқа алмаймыз дейді. Қайтадан сельсоветке барып, ол кезде ауызша айтылып жазылған ғой. Қайтадан барады да 2-ші метрге алынады. Сол метркеменен жасы 3 жасқа кішірейіп, содан 1-ші классқа барып, содан 10-ші классын бітіріп, армияға солай міне дайшықта солай барып жүр. Өз жастан 3 жас кіші болып. Осы жақында архивті көтергенімізде Аягөз ауданында архивтер өз жасы шықты. 54-ші жылғы туған айы да басқа, күні де басқа болып солай шықты. Содан ЗАГСтен метркесінің бұрынғы енді түбіршегі болу керек қой, 1-ші алған метркесінің. Соны барып тұрап еді, көтеріп бермей қойды Аягөз ауданында. Ол книга бізде вообще жоқ деді. 62-65 жылғы книга бізде жоқ деп андағылар солай жауап бермей қойды. Соны қайда барсақ дәлелдене ме, дәлелденбейді. Бірақ Аягөздің архивінен алған справкамыз бар. Нақты өз жасындағы. Есту керек дейсіз ғой әрі қарай. Рахмет, құрметті көрермен, хабарласқаныңызға. Енді сұрақтың сипаты түсінікті, бұл жерде не істеуге болады? Қайтадан және мұрағатты көтерген екен Аягөз ауданында жәнегі мұрағат жоқ деген. Не істеу керек көрермен? Рахмет сұрағыңызға. Ол азамат сол Аягөзде туылған ғой, 62 жыл мен түсінуімше. Көшбар Қытайдан келген сол кезде. Қытайдан келген. Енді соны қалпына келтіру керек, солай деп отырмын. Енді сабаққа мектепке барған кезде жасын кішірейтіп, жәнегі құжатқа 3 жасқа кішірейтілген. Яғни міне мысалы туу туралы көлікке өзгеріс енгізу үшін бізге міндетті түрде акт жазбасы керек болып отыр. Ал енді осы азамат айтып отыр ғой, бізде Қытайдан көш келген. Сондықтан осы акт жазуын сұрату деген ол мұрағатта бізде болмайды, онда акт жазу, өйткені ана азамат сол шетелде туылған болатын. Сол жақта тіркеліп. Сол жақта тіркеліп тұр. Енді осы фактыны мысалы дәлелдеу үшін сізге мысалы сотқа жүгініп, сол жерден сотта өтініш беріп, солай сол мәселені осылай шешіледі деп ойымдамын. Өйткені Ахаш бөлімі дұрыс айтқан, ана акт жазу сонда болмайды. Сол азаматтың егерде ол біздің өзіміз азамат болса, осында Қазақстанда туылса, ол кезде ғана акт жазуы болады. Сол акт жазуының негізінде біз өзгеріс енгізе аламыз өтініш бойынша. Ал енді акт жазуы болмағандықтан, сондықтан оны мысалы 3 жаста даулы мәселелерді сот шешеді деп. Көрерменіміз енді түсінгеніміз бойынша бұл енді Аягөзден емес, бірақ Аягөзден тұрған, қазір басқа жақтан хабарласып тұрған шығар. Демек жергілікті сотқа өтініш берсе, сол жерде сол шешіледі деп. Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермендер, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдеміз 52-24-49 студиямыздың байланыс нөмірі. Бүгінгі тақырыбымыз әділет саласының жай-күйі.
Ермек Ерлан, одан ары жалғастырсақ, жалпы міне халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және кері байланыс тағы бар, иә. Көбінегі мысалға айтып жатырсыз ғой, бір бағыттарыңыз бұл мына кәсіпкерлермен жұмыс. Бұл ретте сіздер кәсіпкерлерге қандай көмек көрсете аласыздар? Өйткені енді бізге белгілі, елбасы да үнемі айтады, бизнес өкілдерін үнемі қолдау қажет дейді. Сіздер қалай қолдау көрсетіп жатырсыздар? Бізде енді заң тұлғаларды тіркеу, мемлекеттік тіркеу функция өзімізде, өз құзырымызда болғандықтан өткен жылдары міне жолдауға сәйкес бір қатар жұмыстар атқарылып отыр. Әділет министрлігі тарапынан, әділет органдары. Ол енді мына жерде қазір кәсіпті ашам деген кісінің мысалы бұрын 10-15 күн сондай мерзімде әртүрлі органдарға барып табалдырығын бәрін тоздырып сөйтіп жүрген. Ал енді қоласында компьютер болса, немесе интернет арқылы портал арқылы кәсіпкерлікті, мысалы жеке кәсіпкерлікті мысалы ашу үшін мысалы 1 сағаттың ішінде ашуға болады мысалы. Және 15 күн 1 сағатқа алмастырылды дейсіз? Алмастырылды. Ол үшін қолайлы жағдайлар жасалынып отыр мысалы. Сондықтан сонымен қатар осы соңғы жолдауда да айтылған IT технологияларды соңғы бәрін дамытыңдар деп біздің елбасымыз осындай тапсырма беріп отыр. Бізде де осындай жұмыстар жүргізіліп отыр. Ал заң тұлға бойынша мен айтып кеттім, бизнеске көптеген қолдау жасалынып отыр. Мысалы бизнесті ашуға. Бұл жағында уақыт және құжат мәселесі тағы бар, иә? Құжат мәселесі қысқарды, мысалы күн қысқарды, мерзімі қысқарды, міне тіркеу үшін міне қажетті құжаттар, мысалы олар да қысқарып отыр. Қазіргі таңда міне мысалы мөрді тапсыруға жабу үшін хаттамалар және шағын бизнесті мысалы қандай өзгеріс болса, атау өзгерсе, мысалы жарғылық капитал өзгерсе, құрылтайшылары шығатын болса, бұрын көптеген қағаз тапсыратын болды, жарғысын ендігі сәтте міне шағын бизнеске, орта және шағын бизнеске мысалы жарғыны тапсыру қажет емес. Оны алып тастады. Үлкен қолдау бұның өзі. Үлкен қолдау көп. Және де міне ставкалары да азайды. Мысалы ашу үшін. Сондай-ақ мысалы ТО, ЖШС дейміз бұны. Жауапкершілік шектеусіз серіктесті ашу үшін мысалы енді 100 теңге болса да жарғылық капиталды сол ашуға болады мысалы. Кәсіпкер үшін бұл да ақша дейсіз ғой? Кәсіпкер үшін бұл да ақша. Мына тауар белгісін айтып қалдыңыз ғой, осы туралы айтсаңыз, көбіне нені түсіне бермейді? Қай жерден олқылықтар жіберіп жатады? Тауар белгісі үлкен мәселе. Бізде білесіз, міне дүние жүзілік рейтингке сайта кетіңіз мен жаңағы. Ол көрсеткішті бізде бағалап отыр. Бүкіл дүние жүзілік рейтинг бойынша. Тауар белгісі деген белгілі, мысалы Toyota'ны алатып болса, немесе басқа да мысалы әйгілі бренд. Әйгілі бренд. Соны сақтау үшін шығарған мысалы фирма ол лицензия береді, тарату үшін рұқсатын береді. Ал егер кейбір мысалы кім деп айтамыз білмеймін енді. Әйгілі бренд. Жасанды бір солай жасайды. Реплика, былайша айтқанда. Реплика жасап жатыр да. Оларды алдын алу, жолын кесу, соған байланысты біз тексеру жасаймыз. Бұл заң бұзушылық болып табылады, әрине. Мысалы кісілер жазады, товар иесі жазады, мысалы мына жерде мынандай товар сатылады, бірақ біз оларға рұқсат берген жоқпыз, мысалы. Оларда лицензия жоқ таратуға. Содан кейін біз барып, мысалы контрольный закуп жасаймыз да, немесе қараймыз, құжаттарын тексереміз. Егер де онда заң бұзушылық болса, егер де товар иеленуші оған рұқсат бермесе, онда хаттама жасап сотқа жібереміз. Өткен жылы бізде 9 материал өтті. Шеврон, Пиала, мысалы Тамага фирмалар бәрі түгел. Соның бәрін тексердік, соттан өткізіп 9 әкімшілік бұзушылық әкімшілік материал жасалынды. Жауапты тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл жағынан бір жағын қарасаңыз, бұл жәнегі сапалы, бұл жәнегі әлеуметтегі сапасы дүниелерді шеттету ғой мәселе. Әрине, мысалы біз 30 дамыған елдерге кіретін болсақ, соған тырысым ұмытылатын болсақ,
бізден тауарлары сапалы болуы керек. Бұл жерде енді қазір енді қоғамда түрлі жәнегі жасанды заттар бар ғой, бұл жәнегі көрші мемлекеттерден де келіп жатады. Оның барлығын енді қадағалау бұл жерде енді бір қиын шығар, бір жүйе бар ма қадағалайтын? Өйткені мысалға жай ғана кішкентай қарапайым бір косметикалық бұйымдарды сатады, иә? Жәнегі бұл жерде тіркелмейді сатып жатады. Бұның өзі заң бұзушылық па сонда? Әрине, ол заң бұзушылық, бірақ енді біз тексеретін бізге негізді керек. Негіз болғанда азаматтардың немесе тауар иеленушінің өтініші. Өтініші болу керек. Ол негіз болып табылады. Кез келген біз барып тексере алмаймыз. Тек қана өтініш түскен кезде немесе бірлескен шаралар өткізіледі. Мысалы, ішкі істер органдарымен немесе кеден бақылау органдарымен сондай шаралар өткізіледі, біз де қатысамыз. Өзі беттеріңізден албатты тексеру болмайды. Албатты тексеруге болмайды. Жақсы, түсінікті. Енді кәсіпкерлердің мәселесі бұл жағынан түсінікті. Қазір енді әрбіріне қолдау бар, отандық брендті дамытамыз деп жатырмыз. Осы ретте және тауар белгісінің де бір үлкен септігі тигізетін сияқты қоғамдағы халықтың тұтынатын заттардың сапалы болуына. Тағы бір көрермендеріміз тарапынан жиі қойылатын сұрақ мына алимент мәселесі. Тікелей эфир барысында да хабарласқан көрермендер қойып жатады. Оны қазір жауап береміз. Өйткені хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, құрметті көрермен. Айта беріңіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен сіздерге алимент бойынша сұрақ қойын деп едім. 2010 жылы сот шешімі шыққан 3 жасқа дейінгі алиментке. Енді соны сот орындаушылар біресе Өскеменге кетті дейді производство, біресе Астанаға, Алматыға деп, сонымен жоқ қылып жіберді ол алиментті. Енді мен соттан восстановить етейін десем, ол жерден бізде база істемейді, бізде анау жоқ, мынау жоқ деп, не восстановить етпейді. Енді не істесем болады екен? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Аягөз қаласынан және сот орындаушылардың бұл жерде тағы жұмысына тікелей байланысты. Көптеген көрермендерім және енді көтеріп қалып тегін көтерген жоқпын, көрерменіміздің соған дәлел сот орындаушылардың мәселесі. Қазіргі күнде мемлекеттік сот орындаушысы бар, жеке сот орындаушысы бар. Осы туралы да түсіндіру кетейін енді мына кісіге. Ең біріншіден сот орындаушылар бізде функция міндет жүктелген. Дегенмен мына 100 қадам деген президенттің жолдауы болған. Сол жолдаудың 27 қадамға сәйкес қазіргі таңда мемлекеттік сот орындаушылардан жеке сот орындаушыларға беру мәселесі көтерілген. Бізде қазір мысалы жыл басынан бастап бізде 60-қа таяу сот орындаушы, мемлекеттік сот орындаушы болған. Енді қазір қысқаруына байланысты осы 27 қадамға сәйкес осы функциялар жеке сот орындаушыларға беріледі. Біз енді жеке сот орындаушыларды тек қана біз қадағаламаймыз, жеке сот орындаушылар палатасы бар. Облыста құрылған, жеке өздерінің төрағасы бар. Сол төрағасы осы істерді келіп түсетін сот шешімдерін парақтарын, орындау парақтарын бәріне тарататын және де міне штаттарына жауап беретін, олардың этикаларына бәріне қадағалайтын сол палата. Ал егер де жеке сот орындаушыға бізге өтініш немесе арыз келіп түссе, біз оны жеке сот орындаушылар палатасымен бірлесе отырып қарауымыз міндетіміз. Мысалы және де білесіздер, жеке сот орындаушыларға лицензиясын біздің Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі беріледі, лицензияр болып табылады. Сондықтан біздің функция министрлікте біздің функциясы егер де заң бұзушылық болса қадағалау, тексеру, ана жеке сот орындаушылық палаталарымен бірге. Ал мына көрерменімізге қандай кеңес бересіз? Не істеу керек? Ал енді сіз жаңа айта кеттіңіз, міне сотта міндетті түрде осы орындау парағы қалпына келтірілуі керек. Ол біріншіден. Екіншіден осы парақпен, орындау парағымен сіз міне жеке сот орындаушылық палатаға жүгінуіңіз керек. Сол жақта жүгінсеңіз, ол сот орындаушылық палатасы сол орындау парағы сот орындаушыға тапсырылады да, осы сот шешімі орындалу керек деп тапсырма береді. Ермек Ерланның сөзіңіз аузыңызда, біз сәл ғана үзіліске кезек берейік, одан соң қайтадан ораламыз, көрерменіміздің сауалына толығырақ жауап береміз. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, сәл ғана үзілістен кейін қайта ораламыз.
Алтай арнасында тікелей эфир. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымы әділет саласының ахуалына арналады. Студия қонағымен тағы да таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Шығыс Қазақстан облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары Ермек Ерланұлы Қорабаев. Құрметті көрермендер, тақырыпқа байланысты студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, мархабат хабарласыңыздар. 52 24 49 студиямыздың байланыс нөмірі. Ермек Ерланұлы, енді міне көрермендеріміз де сауалдарын жолдап жатыр ғой. Осы ретте женегі тегін көтерілген жоқ бұл мәселе. Алиментті көрерменіміздің сауалды оған және негізі болды. Расымен де осы тікелей эфир барысында басқа сала өкілдеріне де кісілер көп хабарласады. Алиментті өндіре алмай жүрмін. Алимент мәселесі міне бір орында тұралап қалды деген сияқты. Біздегі жалпы өңірдегі жағдай қандай? Осы ретте сіздердің департамент тарапынан қандай да бір үлес қосылып жатыр ма осы? Осындай айта кететін жайт, бұрындары мемлекеттік сот орындаушыларда болды алимент өндіру мәселесі. Енді мына 27-ші қадамға сәйкес осы алименттерін өндіру деген мәселесі барлығы түгел жеке сот орындаушыларға берілді палатаға. Қазір олар онымен айналысып отыр. Бірақ та біз оларды жұмыстарымыз қадағалап отырмыз. Мысалы, арыздарын қараймыз, тексерулерге бірлесіп шығамыз. Барлығы заңды болды ма, жоқ па? Әрине, енді ол өте күрделі жұмыс. Мысалы, жыл басынан бастап бізден 12 мың атқарушы іс болды алимент бойынша. Енді осы 3 айдың ішінде толығымен 515 аяқталды. Ал енді қалған 11 мың құжат, мысалы, оның ішінде мысалы мерзімді орындалды деп айтамыз ғой. 7167 құжат тұр бізде атқарушылық алимент бойынша. Олар жалақысынан ұсталып отыр, мысалы, сол периодика дейміз, мерзімді, сол ақындап ұсталынып отыр. Ал енді қалған 4000 бір проблемалық алименттер болып табылады. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайық, одан соң ораламыз. Құрметті көрермен, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Сәлеметсіз. Қайырлы кеш, айта беріңіз. Мен осы хабарластым. Өкінішке орай үзіліп кетті. Құрметті көрермен, қайтадан хабарласуыңызды өтінеміз. Өйткені енді студияға хабарласқан кезде теледидардың дауысын сәл бәсеңдетіп қойыңыз. Өйткені біздің дауыс және сіздің дауыс бізге жақсы естілетін болады. Көрерменімізден қоңырау әлі де күтеміз, одан әрі жалғастырсақ. 12 мың дедіңіз, иә? Бұл енді өте бір аз көрсеткіш емес, өте көп, иә? Өте көп көрсеткіш. Сондай санат бізде көбейтіп тұрған сол істерді. Және де осымен жұмыс атқарылып отыр. Мысалы, енді бізде ең басты проблема борышкерлердің жұмыс істемеу, жұмыссыздар. Жұмыссыздармен бізде бірлескен меморандум бар. Жұмыспен, халықты жұмыспен қамту, содан кейін облыстық прокуратура органдарымен бірлесе. Енді осындай проблема бар. Олар, мысалы, борышкерлер төлейтін жағдайлар жоқ, мысалы, балаларға. Екіншіден мына проблемалар не жылжымайтын мүліктері, не жылжымалы мүліктері, не ақшалары жоқ. Осылай проблема болып тұр. Оларға да қолданатын шара, енді біріншіден, мысалы, көп созылса, мысалы, біз әкімшілік жауапкершілікке тартуымыз құзырлымыз. Екіншіден, ол әкімшілік құқық бұзушылықтан кейін қылмыстық іс қозғаймыз. Бізде осындай мәселе бар. Жаза қатаңдады демек, иә? Иә, осы заңнама қатаңдады. Егер де борышкер ұзақ мерзімді орындамайтын болса, оған әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартамыз, жаза қолданамыз. Бірақ та енді ол мәселе екі жақты бұл жерде, иә, тағы да жұмыс жүрген жоқ. Егер ол азамат бар белгілі, бірақ та енді төлей алмайды. Оны енді біз шара қолданғаннан кейін ары қарай бір қиын мәселе болып отыр. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Ермек мырза, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, құрметті көрермен, эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Менің мынандай бір сұрағым бар еді. Суда исполнительдің шығарған шешімі бар. Листке төлеу үшін. Енді ол алатын ештеңке жоқ, беретін ештеңке жоқ. Бұлар листті исполнительді қайта возвращать етіп. Бұл енді законны ма, незаконны ма? Қай уақытқа дейін бұл енді? Уже тоқтап қаламау істейін, бұл арға жүрмей. Рахмет, хабарласқаныңызға сұрақ сипатын түсіндіру шығарсыз. Қаншалықты заңды дейсіз бұл мәселе? Сот орындаушыға сот шешімі орындау парағы негізінде кеп түседі.
Содан кейін сот орындаушы оны 2 күн ішінде сол істі қозғау керек та, 2 айдың ішінде бітіру керек. Егер де, мысалы мен айтып отырмын ғой, егер борышкер бар, оның жұмысы жоқ, төлемейтін болса, жылжымайтын мүлікті жоқ болса, және де ақшалар жоқ болса, оны төлейтін, онда сот орындаушы оны қайтаруға құқылы. Себебі сот орындаушы барлық сол мәжбүрлеп орындауды шараларын бәрін қолданса, онда оны қайтаруға құқылы. Нәтиже жоқ, бәрін қолданды, әкімшілік жауапкершілік тартты, қылмыстық жауапкершілік тартты, басқа да жоқ, онда заңда бізге белгіленген, ол сол производствоны қайтаруға құқылы. Бірақ та енді егер талапкер болып, мысалы, өтініш жазғыңыз, ол кез келген уақытта сол өндірісті производствоны кез келген уақытта тағы да қайтадан қозғай алады. Қайтарылған кезде. Егер де бізде, мысалы, мәлімет келеді ғой, мысалы, борышкер бір жерге орналасты, немесе бір жерде жұмыс істеп тұрды, сол кезде барып, сот орындаушыларға қайтадан орындау парағын ұсынып, сол іс қайтадан қозғалады. Жақсы, түсінікті. Хабарласқан көрерменіміз бар, тыңдап алайық, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз, айта беріңіз. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Менде мынандай жағдай болып тұр. Кезінде 62-ші жылы Қытайдан өткенде жасым, ағам мен бауырымның жасы, екеуміздің жасымыз арамыз 6 ай. Сосын бізге Советский Союзда метрке жасайды. Сол метркеде жасымыз дұрыс белгіленбейді. Ол архивтан шығады. Архивтан қағазымызды алып тұрмыз, енді ЗАГСқа барып, шын жасыммен метрке жасасайын десем, ЗАГС өзімді кіргізбейді де, сөйлескісі де келмейді. Айгөзден хабарласып тұрсыз ба? Негізі Айгөз қаласы қазір тұрып жатқан Семейде. Түсіндік, бағана сіздердің туыстарыңыз болар, хабарласқаныңызға рахмет. Бағанағы мәселе қайтадан көтеріліп жатыр. Енді демек, бірінші хабарласқан көрерменіміздің кейіпкері, сол осы кісі болып тұр ғой. Ағаш бөлімі бас тартып отыр дейді. Ағаш бөлімі бас тартып отыр дегенмен негізді тартып отыр. Сондықтан сізге сотқа шағымдануға тура ұсынысым сол. Бұл жерде енді Семей қаласында қазір тұрып жатыр, Семей қаласында шағымдану керек пе, әлде және Аягөз қаласы? Жоқ, Семей қаласына тұрғылықты жер бойынша шағымданса болады. Көрерменімізді қайта еске салып өтейік, Семей өзіңіздің тұрғылып жатқан мекен жайыңыздан, және Семей қаласынан және жергілікті сотқа шағым түсіру керек. Бұл жерде енді басқа және шара жоқ сияқты. Бұл жерде енді сот ары қарай шешім шығарады. Жалғастырсақ, енді бізде облыста борышкерлер көп пе? Осындай және сіз айтып өткен жауапсыз танытқан борышкерлер енді төлемей жүрген, қашып жүрген былайша айтқанда. Ол енді проблемный борышкерлер дейді. Жалпы міне 3 айдың ішінде облыстың сот орындаушыларымен 174 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 174. Ал енді қылмыстық не болса, әрекеттерге болса, қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін 234 қылмыстық іс материалдары аз емес соттарға жіберіліп қаралуға. Олардың ішінде, мысалы, 140 іс қысқартылған, 21 іс жолданған және 3 борышкер сотталған. Сөзіңіз өзіңізді кешіріңіз, хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайықшы. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Құрметті көрермен, тыңдап тұрыңыз. Сәлеметсіз, мен жаңа сұрағымды ескертмедім. Алимент туралы мен айырылысқаныма 8 жыл болды. 2-3 айда бір жіберіп тұрған. Осы 8 ай мүлдем жіберім. Бармаған жерім жоқ. Ол Алматыға айырылыспасын сразу 1-2 айда Алматыға кеткен. Менен басқа елдің қарыз болды да сізге қашты деп. Мен соны юстицияға бардым, департаментке бардым. Бәрі айтады, ол кісі Алматыға жатса, бізде адресі жоқ, мен де адресін квартирасымен жеткіземін. Сонда мен талап етуім керек. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Заң бар ма, туыстары әке-шешесі төлейді деген рас па? Маған енді
Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Жақсы, түсінікті. Рахмет, хабарласыңыз. Енді жәнегі қоңыраудың сапасына қарайтын болсақ, бұл енді аудандардан хабарласып тұрған сияқты, алыс өңірден, Өскемен емес. Жәнегі алимент міне 2-3 айда бір береді, немесе мүлдем жоғалып кетеді. Осы ретте ата-анасы төлеу керек пе? Бұл қаншалықты заңды деді. Сұрағыңызға рахмет. Енді мен түсінгенімше, борышкер Алматыда тұрады деп айтқан. Иә, Алматыда. Алматы тұрса, ол кезде біздің сот орындаушылар сол істі Алматыға жібереді. Сол борышкер тұрып жатқан мекен-жай бойынша сол жұмыс істейді. Сол жақтан ол сол неменені борышты өндіруді, алименттер ай сайын. Сот орындаушы мысалы 3 айда бір рет, мысалы неменені отчисление дейміз, бөліп тұрған ақшаны міндетті түрде тексеру керек. Қалай нетіп отырғанын. Егер де ол төленіп отырса, егер төленбесе, онда шара қолдану керек. Және де мысалы қанша борыш болды, сол бір борыштар бәрі жазылады, ол да өндіріледі үстінен. Қанша борыш келді. Төлемеген айлары да есептеледі. Олар да кіреді. Олар борышкер төлеуге міндетті. Ал ата-анасы төлеу керек пе дейді көрерменіміз. Енді бұл кісінің түсінгенімізше жәнегі борышкерді таба алмай жүрген сияқты, ұстай алмай жүрген сияқты, осы ретте алиментті ата-анасы төлеу керек шығар дейді. Туыстары немесе басқа. Ол енді соттың шешіміне байланысты. Негізі ол мүмкін дүние ме? Негізі мүмкін, бірақ та ол сотта егер қалай шешілсе, егер де сізге сот орындаушыға бару керек, сол жерде ол іспен айналысатын, содан кейін олармен борышкерлермен сізбен келісілу керек. Сот орындаушы сол жерде жұмыс істеу керек. Мысалы барып, егер де келісім берсе, қай көзден қаржыландырады, ол келісім бойынша. Келісім бойынша. Енді дәл қазір көрерменіміз сот орындаушымен қайтадан тікелей байланысқа шығу керек, және бұл мәселені қайтадан жәнегі бұл мәселені шешу керек. Түсінікті. Тікелей жұмыс істеу керек сот орындаушылар. Осы мына борышкерлер деп жатырмыз ғой, жаза қатаңдады, қылмыстық жазаға да тартылып жатады, десе де енді саны және көрсеткіш азаймай тұрған сияқты. Ол не себеп сонда? Жұмыстың жоқтығы. Бұл жерден кейбіреуі алдап та жүреді деп жатады енді қоғам арасында, хабарласып жатқан көрермендер. Енді сот орындаушылар енді өз құзырының шегінде жұмыс атқарылады, одан басқа ештеңе істей алмайды. Егер заң бойынша тексереді, мысалы өндіріс келіп түсті, ол бойынша сот қозғайды, содан кейін тексереді, жылжымайтын мүліктері бар ма, жоқ па, жұмыс істеп жүр ме, жоқ па деп. Оның бәрін тексереді, содан кейін заң бойынша баптарды қолданып, одан басқа шегінде істей алмайды. Өз құзыры шегінде ғана. Бірақ бұл кісілердің жәнегі енді біраз жыл жұмыссыз жүріп, біраз уақыт дейік, жұмысқа орналасқанын бірден біліп отырады. Ол жағынан хабардарсыздар, жәнегі сот орындаушылар бірден хабар алады. Мен айтып отырғаным, енді сол заявительдерден өтінішті білдірген кісілер, олар тікелей тығыз қарым-қатынаста, сот орындаушымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу керек. Соған өтініш жазып, мысалы, жұмысқа шықты осындай көмек жасау керек. Өйткені сот орындаушы тексереді, бірақ та дегенмен қолдау жасап, сот орындаушыға тез арада сот шешімін орындау үшін кез келген көмек жасау керек. Сот орындаушысы. Бірақ та сот орындаушылығы да тексеру керек. Мысалы, ол кісі егер өндірісте бар болса, қайтармаса сол өндірісті, ол кезде тексеріп, егер ол жұмысқа орналасса қайтадан өндіру керек. Өндіріледі. Көптеген көрермендер көпке топырақ шашу емес, бірақ біраз көрермендер хабарласқан кезде сот орындаушылардың салғырттығын айтып жатады. Осы ретте сіздерге енді тікелей шағым жазуға болатын шығар. Осындай сот орындаушылардың жауапсыздығы дегенді қайда хабарласуға болады, не істеуге болады? Әрине, мысалы, сіз жеке сот орындаушылар облыстық палатаға да жүгінуге құқылысыз, және де тікелей Шығыс Қазақстан облысы әділет департаментіне жүгінуге де құқылысыз. Біз осы өтінішті заңға сәйкес тексереміз. Содан кейін тексеру тағайындаймыз. Сол сот орындаушыларды сол істі көтеріп, оны тексеріп, егер де қандай да бір кемшіліктер болса, заң бұзушылық болса, онда сот орындаушылар мәселе тұрады. Ал егер де бәрі заңды болса, бәрі жауап береміз біз. Сот орындаушыларды бірлесіп, жеке сот орындаушы палатасымен бірлесе отырып, тексереміз сот орындаушыларды. Егер де бәрі заңды болса, онда
заңды деп айтамыз. Егер қандай да бір заң бұзушылар болса, онда сот орындаушы жауапкершілікке Енді көбіне тартамыз. эмоциялы мәселелер ғой. Алименттін өндіре алмай жүрген Болады ата-ана, енді, иә. ана көбінесе қайда барып шарқыларын Мен білмейді. айтып отырғанда, Эмоцияға егер көп беріледі. жағдай бар болса, борышкер енді ол мәжбүрлеп төлеткіземіз оны. Ал егер де ешқай жерде істемесе, қашқалақтап, мысалы, бізде де көбіне іздеуде болады, мысалы, жоқ борышкер жоқ, ол кезде міне өндіріс тоқтатылады, мысалы, іздеу кезінде. Ол қай жерде нәтижесі бермейді. Сол енді халық арасында кішкене не тудырады, эмоциялық болады, мысалы, сендер істемейсіңдер. Ал енді былай қарасаң, көптеген жағдайда сот орындаушылар өздерінің жұмыстарын атқарып отыр. Заңды. Бірақ та енді ол немесе қашқалақтайды, немесе іздеуде болады, немесе оның жағдайы жоқ. Осы кезде мен азаматтарды кішкене сабыр шақырамын. Түсінікті. Тұрғындарға заңды тұрғыдан қандай көмектер көрсетіледі департамент тарапынан? Енді тікелей енді тұрғындармен жұмыс істейсіңдер, қандай көмектер көрсетіліп жатады осы ретте туралы айтып отырсаңыз? Бізде мысалы мемлекеттік қызмет көрсету, госуслуги дейді, мемлекеттік қызмет көрсету, халыққа қызмет көрсету орталығымен көп жұмыс істейміз. Мысалы, халыққа қызмет көрсету қызметкерлеріне үнемі жүйелі жоспарлы түрде лекция өткізіп тұрмыз кісілермен, заңнама бойынша. Білімін кеңейту мақсатында? Білімін көтеру. Содан кейін мен басында айта кеттім, топтар құрылды, сол топтар шығып насихаттау жұмыстарын жүргізуде. Мысалы, бәріне мәлім, күн сайын, апта сайын енгізіліп тұрады, заңнамаға көптеген өзгерістер толықтырылады. Сол енді біздің функциямыз бірі насихаттау жұмыстарын жүргізу. Енді ол насихаттау жұмыстарының түрлері енді біз мысалы неправительственный организация, үкіметтік емес ұйымдармен, олармен дөңгелек үстел, мүдделі кісілермен, мысалы тауар белгісі бойынша соттармен, басқа да органдар, мемлекеттік органдармен бірлесе шаралар өткізуіміз. Осы шараларға қарапайым халықты шақырамыз, немесе кәсіпкерлері, тұрғындарды мысалы шақырамыз. Өткенде медиаторлар палаталармен үлкен бір шара өткіздік. Ол жерде де біз пікірлеріміз, ұсыныстарымызды айттық. Әділет департаменті. Сонан кейін адвокаттар, нотариустар да біздің құзырымызға кіреді, мысалы. Оларды шақырып, халықпен сөйлесіп, жүйелі түрде, үнемі жоспарлы түрде жүреді. Жоспарлары бекітіліп тұрады. Әділет органдары, әрбір қызметкерлері, департаменті болсын, аумақтық әділет органдары, бөлімшелері болсын, аумақтық жергілікті, мысалы, сот орындаушылар, мысалы. Олар да сол насихаттау жұмыстары жүргізу міндетті. Енді хабарымыздың аяқталуына бір-екі минут қана қалған екен, қысқаша қорытындылап өтейік. Енді азаматтық хал актілерін тіркеу бойынша қандай да бір өзгерістер бар ма? Егер болса, ол қандай өзгерістер, қысқаша тоқталып өтсеңіз? Біздің тағы бұл функциямыз азаматтық хал актілерді тіркеу болып табылады. Осы жолдауда елбасымен бір өтініш деген мәселе көтерілген болатын. Ал енді осы қызмет бойынша біз істеп отырмыз. Мысалы, бізде өткен жылдары бұрын неке қию рәсіміне 2 жас бойы міндетті түрде кеп өтініш тапсыратын болды. Енді осы қызмет толығымен электрондық түрге ауыстырылды. Мысалы, қазір өтініш беруге, некеге тұру үшін порталға кіріп өтініш беруге сондай мүмкіндік бар. Мысалы, жеңіл әр уақытта. Және де мысалы проактив деген қызмет енгізіліп отыр. Проактив. Ол да бір өтініш қызметіне кіреді. Мысалы, жаңа босанған әйел адамдар перзентханаларда СМС арқылы өздерінің туу туралы куәлік мысалы
өтініш білдіріледі. Женеге перзентханаға шықпайды. СМС келеді, СМС-ке жауап береді. Сол СМС жауап берсе, сол жерден туу тууралуу көлікке заявка береді, өтініш береді. Ол өтініште, мысалы, тек қана туу тууралуу көлігін емес, мысалы, балабақшаға тіркеу, содан кейін жәрдемақыны алуға осындай мүмкіндік берілді. Ермек Ерланұлы, кешіріңіз, эфирдің уақыты аяқталды. Уақытыңызды бөліп келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Еңбектеріңіздің өте ауыр екенін түсінеміз. Қажырлы еңбектеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.